Мұңайма. Біздің болар болмас нәрселерге мұңаюымыз біздің әл күшімізді алады. Дүниеге қара көз әйнекпен қарап, жарықты және ондағы жақсы нәрселерді байқамай, өзімізді бақытсыз сезінуге мәжбүрлейді. Болар болмас нәрселер үшін, мәселен, ауа райының бұзылуы, жоғалған ақша, сырға аттану, киімге жұққан дақ, сынған табақ және басқалар үшін қайғырып көңіл-күйін бұзуға татымайтын нәрселер үшін қайғыға бата беретін кісілер бар. Әрдайым қайғырып, кішкентай қиыншылықтарды ауырлатып үйреніп қалған кісі әрдайым ренжіп жүрумен өзінің өмірін ғана жаман етіп қоймай, өзін қоршаған ортаның, дүниелердің сұлулығын көруге де өзін-өзі тосқауыл болады. Тынышы жоқ кісі оның бар екенін, шексіз күш-қуатын көрсетіп тұрған жаратқанның әлемдегі көптеген кереметтерін байқамайды. Болмашы ойлар кісіні ұлы һәм мағыналы нәрселер туралы ой жүгіртілуден қалдырады. Құран оқып жатқанда, намаз оқып сыйыну сәтінде, тағы басқа ибадат сәттерінде ойларını жинауға тосқауыл болады. Ал енді ой жүгіртіп, ақыл-ойды мағыналы нәрсеге бұру кісінің жан дүниесі және иманы үшін өте маңызды. Бір күні өліп қалуы мүмкін деген ой біздің тыныштық бермейтін кісілер бар. Бірақ біз білгендей, әрбір жан өлімнің дәмін татады. Өлім сөзсіз болатын нәрсе, және біз одан еш жаққа қашып құтыла алмаймыз. Ал енді бір күні өліп қалам деп қорқып, өмір бойы жылап қайғырған кісі үшін өмірдің қандай маңызы бар? Егер сен болар болмас нәрселер үшін қысары уайымға бата беретін болсаң, онда өзіңе жаратушы тарапынан жазылған тағдыр сөзсіз іске асатынын еске түсір. Егер бір нәрсені болып кеткен болса, демек ол дәл солар болатын еді деген сөз. Өйткені бұл дүниедегі бәрі қалай болу керек болса, дәл солай болып өтеді. Кісі өзінің ақыл-ойы шектеулі және әлсіз болғандықтан әрдайым өмірінде болып жатқан оқиғалар дұрыс баға бере алмайды, және кейде оған жамандық болып көрінген нәрседен шындығында ол үшін ұлы жақсылық болып қалуы мүмкін дегендігін өзіне еске түсіріп тұр. Өмірге оң көзқараспен қара, және бізді сақтаушы, қорғаушы, кешіруші, сүюші, қамтамасыз етуші, түзу жолда алып барушы, және бізге шексіз жақсылықтарды беруші, жәрдем беруші, жақсылық қалаушы, жаратқанға ғана тәуекел ет. Нансыз сөзге мұңайма. Біз көбіне біреудің жамандағанына, немесе жай ғана айтқан сынына қапа болып, сары уайымға батамыз. Ол соған татиды ма? Егер сын пікір бір нәрсеге негізделсе және ол дұрыс болса, онда оның астарында біздің түзелуіміз қалауы бар. Сондықтан біз оған разы болуымыз керек. Ал енді егер бізді жаратқанға мойынсұнып, одан қорқып, тақуалыққа ұмтылып, жақсылық жасауға әрекеттеніп, жақсы істерді шын ықыласпен орындап жүргенімізге қарамай жамандайтын болса, онда бұл бәлкім жамандардың көре алмаушылығы, ол бізге ешқандай зиян тигізе алмайды. Көбіне бізді көре алмағандықтан жамандайды. Яғни біз одан қайсы бір жағымызбен асып кетсек, оның оған шыдауы өте қиын. Жаратқанның бізге жарылқап берген жақсы нәрсесі үшін бәлкім ол бізді жамандайды. Мұндай көре алмас қызғаншақтардың ойынша бізде сондай жақсылықтардың болуының өзі күнә және үлкен қылмыс. Мұндай көре алмастардың жаман сөздері бізге тау тасқа тиген жаңбырдың тамшысындай да әсер етпеу керек. Сөйлеп жатқан кісі де, естіп жатқан кісіге де пайда әкелмейтін мұндай сөздерге құлақ салма, жауап қайтарма, оған наразы болма. Мұндай ақылсыздардан жүзіңді бұрып әкет. Оларға сенің өміріңді уландыруына және бақытыңды бұзуына мүмкіншілік берме. Олардың сөздеріне жауап берем деп өзіңді пәс қылып, олардың деңгейіне түспе. Жаман өсек аяң сөздерден жоғары бол. Егер сен жақсы, тақуа және лайықты кісілердің жамандауды әдетке айналдырғанда жамандаған болса, онда бұл қайғыратын нәрсе емес. Бұл қуанатын нәрсе.